Так, видеоны монтаждап біттім, енді далаға шығып не болуатыр көріп қайтайық. Так, ё-моё, уже обед болыпты ғой. Видео бастап жібере салайын. Хей, барлықтарыңа сәлем достар, қалайсыңдар? Менде бәрі жақсы. Сол бүгін Майнкрафтта ауылда жүрміз. Қалаға барып қою керек еді. Чота кешетіне байқағаным, ауылда зомбилар көп болып кетіпті. Бір-екі зомбиді аттым, но менің оружиям бітіп қалды. Бір бос жерлерге амунация ашайын ба деп жатырмын достар. Для себе амунация аш қойын ба деп жатырмын. Так, үйде продукты вообще қалмады. Продукт алып қайтайын үйге. Так, магазиннен. Опа, магазин не қапты өзі. Такс. Саламатсыздар, қалайсыздар? Так, мына жақта не бар өзі? Балықтар бар екен. Піскен балықты ала салайыншы мен. Так, ё-моё. Опа. Ей. Балық қайда? Мен балық қайда? Балық қайда? Достар, балықтар жоқ болып кетіп отыр. Бак болып отыр мына жақта. Ана пішені алып көрейік, пішені. Бұл да жоқ болып кетіп отыр. Жоқта Майнкрафт қуып жатыр ма? Так, ё-моё. Магазинде де зат аламай қалды көз. Қалаға бар супермаркеттен. Ей! Чоғыз ана жерде үй қайда? Білесіңдер ма достар? Мына жерде. Так. Осындай үй тұратын еді ғой. Чоғыза. Үй қайда? Мына жерде зелесіп жүретін жетелдің үйі қайда өзі? Түсінсем бұйырмасын, короче. Ё-моё. Қала жаққа барып қайтайын ба? Машинада қала жақта қап кетіпті. Так. Сендер де байқадыңдар ма? Мен ғана байқадым ба? Чозып бетін жумадым ба? Колодецке барып жуып қайтайыншы. Ё-моё. Ой, шамай алған. Ё-моё. Тұр. Чоза барып көрейші. Не болып жатыр? Мен бір қалада жүріп қалдым, енді ауылда осындай проблема шығады ғой. Так. Ана жерде жетел еді ғой. Жетел не алып жүрсің бұл жақта? Ана үйіңе бармайсың ба? Мен ауылдан қуып жерді, зелесігенім үшін ауылдан қуып жерді. В смысле? Сен ауылға көмектесіп жүрмейдің бе? Не алып қуып жерді? Білмеймін, өздері зелесігенім үшін қуып жерді. Бұлардікі рахат екен да, Осы шетел достар, осы шетел ғана көмектесетін ауылға менімен бірге. Ана кезде жетелдердің бәрін зомби тістеген кезде екеуміз емес пе? Зелесіп шығарған. Соғы жақсылықты түсінбейді бұл ауыл. Так, мен мерге айтып көрейін жетел. Так, мер үйінде ме екен? Немене қуып жүрген мұны? Смысле қуып жүрген? Достар, білмеймін, ана жетел екеуміз бірге зелесіп не істегеніміз есімізде. Ё-моё, мерді де қуып жүріп еді ғой, Ауылдағылар жабылып қуып жүрген ғой онда. Қуып жүріп, еще ауылдан кет қалған ба кеше? Ай, бұлардікі болмайды достар. Ана жетелді өзіміздің үйімізге қайтарып алайық, ауылымызға. Так, барып айтайық, қайт деп ауылға. Ё-моё, жақсылықты түсінбейді екен бұлар, Ана кезде зомби болып кеткен кезде екеуміз тірілтіп алып едік қой. Жетел сен ауылға қайта бер, ауылда ешкім жоқ екен, мерді ана кезде алып тастап еді.
Так, ауылдағылар бірге қосылып шыға жүрген шығар сені, олар ауылдан кетіп қапты. Барып, смело тұра берсей бар. Мердің үйіне тұрасың ба, смело тұра берсей, үйлерін алып кет, костюріне қойғансың, верстактар, жерде зеле істемейтін бедің сен, Так, жедел. Короче, ауылға қайтсен, ё-моё, болмайды ғой. Байт достар, қаладан ауылға келсем, мынандай болып жатыр. Жүр ғой жеделі. Жедел. Жедел неғып қуып жүргенсің, Тоқтай, тақырбас, кепкі киіп алғансың ба? Ай, арамы, қашпай, неғып қуып жүрдіңдер ананы? Өзі ғой өзі. Жедел, түр бермейтін болыпсың, сен, Ай, арамы, мұрындар. Бұларда әділетсіздікпен жүреткен, Ай, мал екенсіңдер, Жителен уайымдама, ауылға кіре беренді. Өзім жауап беремін, мұналар бірденке деп жатса. Кіре бер, смело жүре берсе ауылда. Болды, фенди. Айтсаң болды, кеттім мен оны ауылға қайтып кіріп алайын. Жедел болмайды әйтпесе, тағы апокалипс болса, екеуміз ғана таштадымыз ғой аяқта, мыналар жүреді соң рахатын көріп. Екеуміз зелестегенбіз достар. Еще ауылдан қуып жүрген ғой зелестедіңдер деп. Ай. Ауылдағылар қайда, Кеше істегеннен кейін кет қалған ба? Достар, қалай ойлайсыңдар, комментарийға жаз кетіңдерші, мына жерлерге амунатия ашайын ба? Амунатия деген типа оружие сақтайтын жер ғой. Оружие сататын, оружие сақтайтын өзіңе короче. Так, біздерді кеш батып отыр ғой, ё-моё, ана жедел ертең көшем екен, бүгін көшем екен, білмеймін, короче. Осы проблема ғой ауылдашы. Жолды істеймін, мер қылып кімді тағайындайды екен, мердің үйін итін шығар кетті, терезелерін қара. Терезелер сынық болады, ана кезде осының үйін жөндеп беріп мен, ё-моё. Жалқы достар, бекер жөндеп беріппін. Грядканы да дұрыс жинап қою керек еді. Так, грядканы жинап тастайшымын. Хоппа, ё-моё, болды, алынбайды ғой. Так, короче, сіздермен болған бүгін мен Фенни достар. Бүгінгі видео ұнаса лайк бас тіркеліңдер. Достар, келесі жылға шейін 1000 подписчик, 2000 подписчикке жеткізіп тастайық. Комментарий жаз кетіңіздер, амунатия салайын ба, әлде салмай-ақ қояйын ба достар. Сіздермен болған бүгін мен Фенни, ауылға келсем осындай ғажайып болып жатыр екен. Амандықта кездескенше қош сау болыңдар достар.